Бізде мындай мәселе. Мында RUI RG NBR 6205E деп аталынатын ең негізгі gateway шлюз тұр, интернетке баратын. Мында интернет сервис провайдер келеді. WAN 1, LAN 6, міне мына порт интернет сервис провайдер. Одан кейін қалғанның бәрі локальный сеть мында. Тек қана LAN 2, WAN 5 мына портты біз тест ретінде гест жасап отыр, гостевой. Және оны төмендегі свичке қосудамыз. Бізде интернет сервис провайдер міне мында оптикамен келіп тұр. Ол жаңа свич арқылы жоғарыға қосылған біздің gateway-ге, шлюзге. Мәселе бұл жерде VLAN жасау. Себебі сеть өте үлкен, 600 қолданушы онлайн шығады. 600 құрылғы, жаңа телефон, компьютер, планшет, мобильді құрылғылар. Сөйтіп VLAN жасау мәселесі. VLAN жасау үшін мында RUI-дің настройкасына келеміз. Ең басты главный. Space'ді қараймыз, devices құрылғыларды қарайық. Бізде gateway шлюз біреу, switch 5, access point 20. Енді клиенттердің санын қараңыз. Міне 400 клиент қазір онлайн. Оның ішінде 200 смартфон, 174 PC, Internet of Things 9 датчиктер, құрылғылар, басқа да құрылғылар 32. Жалпы 418 құрылғы, 5G. Міне төмен жақта олардың моделі, алған IP адрестері. Біздің точка доступтарды қазір көрсетем. Бұл жерде мысалы міне RUI access point-тар. Мысалы мына біреу қазір таратып тұру керек. Бүгін демалыс күні офиста 282 құрылғы қосылып тұр сетқа. 282 әрқайсысы қандай құрылғы қосылғаны, қай сетке қосылған көрініп тұр. Сондықтан сетті VLAN-ға бөлудеміз. Ол үшін мына жерде міне Layer 3 switch моделі міне S226 GCP деп аталынатын RUI-дің switch-і. Одан кейін осы жерде VLAN жасаудамыз. Ол VLAN-ды жасау үшін switch-дің өзінің жеке портына барамыз. Бұл жерде міне VLAN members VLAN-дарды көреміз. Бұл жерде қазір бізде 3 VLAN, 10, 20, 30. Одан кейін default VLAN, ол бірінші VLAN. Одан кейін осы VLAN-дарға порттарды тағайындаймыз. Яғни switch-тен switch-ке қосылған порттар, trunk порттар болады. Барлық VLAN тасиды. Міне бірінші порт, 4-ші порт, 8-ші порт, 14-ші порт көріп тұрғандарыңызда VLAN. Қай VLAN-дарға рұқсат бергені, яғни trunk порттар және қай VLAN-дарға рұқсат беретіні. Осылай үлкен сетті, мысалы үлкен бір жаңағы 500 мың қолданушы отыратын бір желі болмайды үлкен. Оны кішкене сегментация жасаймыз. LAN-дарға, VLAN-дарға бөлеміз. Virtual Local Area Network және IP-шниктер бізде. Мына жерде ең басты gateway шлюз. Осы жерде DHCP-ға келеміз. DHCP пулды қараймыз. Бұл жерде так, қазір мына жерде қайтадан кіру керек. Так, кішкене загрузка болып жатыр. Қазір қарап көрейік. Міне біздің жаңағы ең басты RUI gateway. Осы жерде network, интерфейстер. Біздің сетқа қосылған ең негізгі сет интерфейс. Барлығы тол VLAN 1-де, міне LAN 0. Осы мына жерде интернет кеп тұр, WAN портта. Бір LAN порт деп айтсақ болады. Бір ғана LAN порт ретінде пайдаланамыз. Одан кейін бұл жерде сап интерфейстер. Так, мына жерде қазір біздің VLAN-дарды міне сап интерфейс 10-ші VLAN, 20-ші VLAN, 30-ші VLAN және олардың IP адрестері. Мысалы 192.168.11 бұл 10-ші VLAN, 20-20-шы, 30-30-ші VLAN. Маска подсети 24
Жаңағы 255 IP-шник бір сетте. 254, 255 жалпы. Осылай настройка. Ары қарай қазір Wi-Fi тексереміз. Так, TP-Link-тің моделі мені көріп тұрғандай TLCG1024DE 802 бір Q VLAN, бұл стандарт, осы протокол, стандарт протокол міне 802 бір VLAN Q. Осы VLAN tagging ең басты осыны қосамыз ке. Apply, enable, apply. Так, окей. Так, кішкене страницаны обновление жасаймыз. Қараймыз. Қазір apply кішкене жүріп жатыр. Өзгертулер, одан кейін қайтадан келеміз. VLAN-ға келеміз. Кішкене төмен қарай түсеміз. Бұл жерде көретініміз міне default бірінші VLAN ID 21 жұмыс жасап тұр. Бұл жерде барлық порттар 24 портта осы VLAN ID бірде жасайды. Яғни default VLAN әрқашан болады. Енді біз жаңа VLAN қосамыз. Жаңа VLAN бізде 10-шы VLAN өткізуіміз керек. Одан кейін VLAN-ның аты VLAN 10 болады. Барлық порттарды қосамыз, untagged болады. Тек қана 24-ші порт бізде tagged болады. Яғни ол тегтелген хаттамалар тасымалдайды. Екінші деңгейде tagged VLAN міне tagged 24-ші портты тегтейміз. Одан кейін add modify. Қостық operation successful деп жазды. Төмен қарай түсеміз. Міне бізде VLAN 10 пайда болды. Member порт 24 портты қосдық. Тек қана 24-ші порт бізде tagged болды. Яғни бұл бізде жаңағы VLAN-ды тасымалдайды. Енді 802Q PVID settings. PVLAN ID бұл жерде қазір барлығы біздің бірінші VLAN-да тұр. Барлығын таңдаймыз және 10-шы VLAN-ға өткіземіз. Міне per VLAN ID 10-шы VLAN-ды тасымалдайтын болады. Apply дейміз. Ой! Мына жерде обновление жасаймыз. Operation successful тоқтай тұр. Көрейік. Кішкене таң қараймыз. Мына жерде мен 24-ті баспауым керек жаңа. Стрелканы. Мен 24-ті бас жүрдім. Менде switchке қазір операция жоғалды тағы да. 24-ті таңдамауым керек негізі мен жерде. Бізде сетте енді қазір қанша VLAN? VLAN 10, VLAN 20, VLAN 33 VLAN. Основной мен. VLAN 1 основной. Қазір бізде network қараймыз. Жалпы міне сетте көрініп тұрғандай барлығы оптимальный жұмыс істеп жатыр. Бір ғана ескерту бар, оны бір кабель нашар болған, соған байланысты болуы мүмкін. Алдында. Так, device config. Device config. Так, IP management. Жалпы VLAN-ға бөлгеннен кейін Wi-Fi жалпы жақсы істеп жатыр. Сеть. Қазір мына жерде құрылғылардың саны енді барлығы демалыс кетіп қалды, кеш болып кетті. Клиенттер қазір бар жоғы бір 50 дейді жарайды. Одан кейін IP management. Қазір енді VLAN-дарда series IP конфликт дейді, жарайды, оны шешеді деп ойлаймын. 244 көрейік қандай проблема. IP конфликт болды дейді. Міне мына 244. Қазір бұны клиент MAC адрес, switch порт 244. IP-шнеген ауыстыра салу керек. 244 білмеймін, біреумен MAC адрес екі құрылғыға беріліп кетті дейді ғой мынау. IP switch порт. Потом клиент дейді принтерге. Принтерге ауыстыра салу. 244 кейін ауыстыра салу керек. Қазір тұра тұр, мен speed тест қарай салайын бір рет. Speed тест. Кабельмен қазір бізде интернет көрсетеді. Міне 500, 600, 700. Қанша? Негізі 400. Жарайды, 400 көрсетеді қазір. 400-ге түседі. 500-ге ауыстырып тастады ғой. Қойш? 400 шығар. 400 шығар. Жарайды, 400 мегабит. Енді біз Wi-Fi мен тексеріп көрейік. Қайсысы Wi-Fi? 5G ма? 5G қосылайық. Подключиться. Кабельді сұрайық. Кабель суыра аламыз ба? Кабель суырып жүрсіз.
Так, подключено 5G дейді. Енді қайттан бір тексеріп көрейік. Wi-Fi мен қалай болып жатыр екен. Wi-Fi мен 120, 190. 190 беріп жатыр. 5G. Бұл жерде роуминг бар. Қай жерге барса да қосылады. Потом ар жақта басқа виландарда Wi-Fi-дің атына байланысты, SSID Wi-Fi-ның атына байланысты виландарға бөлінген. Так, интернет скорости жақсы.